Бүгінгі күні интернет күлкі мен көңіл көтерудің шексіз көзіне айналды. Әлеуметтік желілерде сан алуан мемдер мен әзілге құралған видеолар желді есіп жүр. Оның ішінде итальяндық брейнрот деп аталатын жаңа формат ерекше танымал болды. Итальяндық брейнрот видеоларының астарында не жатыр? Бастапқыда ол тек оғаш дыбыстар мен мағынасыз визуалдардан тұратын абсурд контент сияқты көрінетін, алайда оның астарында жатқан рухани қауіптерді көпшілік байқамай қалуда. Бірақ бұл мемді кім ойлап тапқанын білесіз бе? Ең танымал болған Бомбардеро Крокодило деген мемнің авторы мына адам. Оның сыртқы көрінісіне қарап бұл жігіттің қай елдің азаматы екенін біліп отырған боларсыз. Негізінде мемнің атауында тұрған ештеңе жоқ, бірақ мемнің атауынан кейінгі сөздерге көңіл бөлетін болсақ, екі ел арасында арандатушылықты туғызу мақсатында жасалған дүние екенін түсінесіз. Дәл осы мемді жасаған жігіттің артынан қылмыстық іс қозғалып жауапқа тартылған болатын. Мәліметтер бойынша ол жігітте психикалық ауытқу болғандығын және оны қамауға алмаған деген ақпарат бар. Бір жағынан итальяндық акцентпен құлаққа жағымды естілгендіктен бұл мемдер миға тез жатталып қалады. Ал мемдердің түпкі мағынасына келетін болсақ, адамның миын улауға әрекет жасайтын сөздерді байқаймыз. Итальяндық брейнрот видеоларының кейбірінде Алланың аты, исламның қасиетті ұғымдары, тіпті мұсылмандардың қайғысы жеңіл әзілдің құралына айналған. Тралалело тралала сияқты кейіпкерлер сырт көзге күлкілі болғанмен, ішкі мазмұны ауыр. Олар апорко део сынды сөз тіркестерін айтып, бұл арқылы Құдайға қарғыс жаудырып тұрғанын байқамай қаласын. Бұл жай ғана жайт емес, бұл рухани мазақ. Ең сорақысы палестиналық балалардың өліміне байланысты мемдер. Бомбардино Крокодило бейнесі сөзбе-сөз зымыран жаудырып жүрген қолтырауын бейнеленіп, оның діни сенімдерге сенбейтін мазақпен айтылады. Ол мұсылман үмбетінің жүрегі үшін үлкен сын. Адамды діннен тікелей тайдырып, Аллаға деген құрметті жоғалту. Брейнрот ағылшынша brain rot, яғни ми шіріту дегенді білдіреді. Бұл кездейсоқ атау емес, бұл адам ойының таяздануы, тереңнен ойлау қабілетінің өшуі. Әзіл мен хаустың арасында сана мен жүрек арасындағы байланыс үзіледі. Ал жүрек иманның мекені. Жүрек әлсіресе, иман әлсірейді. Бұл жай ғана алгоритм емес, бұл рухани соғыс. Бойымызда имани сүзгі болу керек. Әр видеоны көру тек ақпарат қабылдау емес, жүрекке әсер ету. Біз күлген нәрсе жүрегімізге еніп кетеді. Ал егер Алланы мазақ етумен байланысты болса, онда бұл жай ғана көңіл көтеру емес, бұл өзіміздің дінімізге немқұрайлық болып саналады. Интернет таңдау алаңы. Біз нені қараймыз, нені бөлсеміз, нені насихаттаймыз, соның бәрі жауапкершілік. Біз үмбет ретінде өз рухани шекарамызды білуіміз керек. Алланың аты аталған жерде күлкі емес, құрмет болу керек. Газдағы қайғы контент емес, қасірет. Иман ойыншық емес, аманат. Егер ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.